саламатсыздар ма? Бүгінгі ақпараттық танымдық бейнесабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік тірегім. Ежелгі Тараз шаһарының негізінің қалауына 2000 жыл толуына байланысты іс-шаралар Тараз қаласында 2002 жылдың 25-26 қыркүйек күндері аталып өтілген болатын. Тараздың 2000 жылдығы мерекелеу туралы дүниежүзілік құзырлы ұйым ЮНЕСКО арнайы қаулы қабылдағалы республика үкіметі мен облыстық әкім дайындық шараларын бастап кетті. 2000 жылдық мерейтойға байланысты Махмуд Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде Тараз мыңжылдықта және өркениет сұхбаты деген тақырып бойынша халықаралық ғылыми теориялық конференция өткізілді. Конференцияда ЮНЕСКО бас хатшысының мәдениет жөніндегі орынбасары Мунир Бушинердің құттықтауы оқылды. Қытай, Бельгия, Италия, ақш, Әзербайжан, Ресей, Өзбекстан және Қырғызстан елдерінің ғалымдары қатысып, Тараз тарихының қатысты көптеген деректерді жариялады. Тағы да бір айтып кететін жайт, 2002 жылы Түркістан қаласында дүниежүзі қазақтарының екінші құрылтайы өткізілген болатын. Сол құрылтайдан кейін елімізге 60-дай қандасымыз елге оралды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.